Қалайсыздар? Қазір именно елдің сөзі, сауда, сату туралы өзімнің ойыммен бөлісіп кеткім келіп тұр. Знаете, көп адамдар, байқасаңыздар, сатудан қорқады. На самом деле адам именно сатудың өзінен қорқпайды. Адам сатқаннан кейінгі болатын последствиясынан қорқады. Именно, допустим, сетевиктарды алатын болсақ, или осылай онлайнға шығып өзінің услугасын айтып отыратындарды көрсек, олардың ең бірінші ойы, как будто мен қазір бірдеме сату емес, а именно просящий позицияға, яғни келіп, қайыртылып тұрған позицияға келіп тұрғандай өзін сезінеді. То есть для них бұл состояние очень дискомфортное. Екіншіден, мен тек қана өзімнің выгодамды алу үшін осы жерге келіп тұрмын. Яғни мен бұл адамға на самом деле үйіне қонаққа емес, мен бұл адамға просто жай емес, а именно бірдемемді сату үшін келіп тұрмын. Яғни тек қана мен выгодамды көру үшін келіп тұрмын. От этого мне дискомфортно, как будто мен ол адамды қолданайын деп тұрмын деген сияқты бір ой болады. Именно осы ой адамдарға не оятады? Чувство стыда, ұят сезімін и кінәлау сезімін оятады. То есть мен қазір какая-то не такаямын деген бір позицияға өту. Я какой-то не такой деген позицияға өту. Көп адамдар сата алмауының себебі именно осы астындағы ұят сезімінің болуы. Ал егер әлеуметтік желіге шығатын болсақ, тоже ұят сезімі только басқаша проявляться ету. Қазір мен, допустим, бірдемені айтып отырмын, мен бірдемені сатып отырмын, бірақ та маған пока что ответка келмейді, ешкім менен сұрамайды, или бірдемені түсінбей жатыр, мен сразу ощущение, что со мной что-то не так. То есть ощущение, что менен сұрамай жатса, я, значит, неправильно продаю, или я какой-то тупой деген бір опять неге кетеді, что өзім үшін ұялу. Өзімнің какой-то бір идеал бар, сол идеалға лайықты болмай тұрғаным үшін, өзім үшін қатты ұяламын. И осы ұят сезімі менің проявляться етуіме бөгет болады. И для того, чтобы осы сатып үйрену үшін, для этого нужно астыдағы өзіңіздің ұят сезімінен жұмыс істеу керек. Пока өзіңіздің ұят сезімін не проработаете, проработка жасап ішіңізде ұят сезімі болмағанша, адамдарға әлеуметтік желіде де, білмеймін, обычный біреуге барып сатуда да өте үлкен проблема болады. Почему? Потому что біз өзіміздің тревогамызға кетіп қаламыз. Қазір мен туралы не ойлап жатыр, мен қазір бұны қолданып тұрған сияқтымын, мен қазір қайыршы болып көрініп тұрмын көзінде, ол деген, не знаю, қазір мен оны қолданып тұрған сияқты деп ойлап тұр деген сияқты әртүрлі ойлар, тревогалар бізді сопровождать етеді. Потому что бізде ұят сезімі бар. Ұят сезімі бізге осы тревогаларды оятады, и біз сонымен не істейміз? Чтобы осының бәрін сезінбеу үшін біз просто сатпауға тырысамыз, біз сатудан қашуға тырысамыз, біз әлеуметтік желіден қашуға тырысамыз, потому что бұның бәрі бізге дискомфорт береді. И бұның бәрімен жұмыс істеу үшін, қараңыздар, мен тек қана сіздерге бір ұят сезімін ғана айттым, да? Бұндай букет проблема адамда өте көп. Тек қана ұят сезім емес, басқа да сезімдер өте көп. И бұның барлығыменен толығымен жұмыс істеу керек. Мына жерде ұят сезімін алып тастайсың, мына жерде жаңағы выгоранияның болуы, қандай бір ожиданияның болуы, мына жерде өзіңде бір шкаф ораның бола алмауы, біреудің жауабынан кейін өзіңді жаңағы жаман сезіну, да? Осының бәріменен жұмыс істемегенше проявляться ету. Қазіргі күнде сатуды мен проявляция ету деп айтар едім, потому что бүгінгі күнде егер сіз бірдемені сатқыңыз келсе, проявляция ету міндетті түрде керек. И проявляться ету бұл кәдімгідей, если сізде инструмент бар, да,
қалай инстаграмға шығасың, қалай кнопкасын басасың, қандайларды қолданасың, не туралы айтасың, бәрін инструментін үйреніп алғансыз, бірақ до сих пор айта алмай отыратын болсаңыз, сізге, значит, проявляться ету проблема. Значит, сізге проявляться етуді үйрену керек. Значит, сізге психологически өзіңіздің ішіңіздегі сол именно проявленияның блоктарын шешуіңіз керек. Именно ұят сезімі, кінәлау сезімі, ішкі опораның жоқтығы, самооценканың төмендігі, инфантил болу, жертва позициясы қайта-қайта алдыға шығып, сізді жеңіп кетуі, осының бәріменен жұмыс істеген кезде ғана у вас будет получаться. Поэтому, егер сіздерде де осындай проблема болатын болса, астыда сілтеме тұр, сол сілтемеге өтіп, менің топтық терапияма қатыссаңыздар болады. Именно ақша, проявление, сату, іс таппай жүрмін, өзімнің ісімді таба алмай жүрмін деген сияқты сұрақтарыңыздың жауабын алатын топтық терапияға қатыса аласыздар. Астыға өтіңіздер, ол жерде бағасы және сілтеме тұр, сол сілтемеге өтіп қатысуға мүмкіндік бар.